туған сәбиді дені сау, ойы ұшқыр, тілі шешен болып өсуі үшін шөлді аймақтарды мекендейтін бәдәуилердің арасынан сүт ананы іздестіріп, оларға аманат ету дәстүрі бар еді. Өмір сүретін тайпалар қаланың келеңсіздіктерінен қашық болып, көшпелі араб мәдениетін берік ұстанатын. Арабтарға тән ізгі қасиеттерді де жақсы сақтайтын. Сондықтан шөл далада жас бала табиғатпен біте қайнасып, еркін өседі деген түсінік басым болатын. Тіпті Меккеде осы істің арнайы базары қалыптасқан еді. Маусымы келгенде бәдәуилер осы базарларда ата-анасымен уағдаласып, сәбилерді емізіп өсіру үшін шөлге алып кететін. Осындай мақсатпен Харис пен әйелі Халима Меккеге келген еді. Екеуі үй аралай бастады. Сүт анаға берілмеген тек Абдулланың ұлы Мұхаммед қана қалыпты. Жетім болғандықтан басында алғысы келмей бас тартып кетіп қалады. Кейін Алла сол арқылы бізге береке нәсіп етер деп күйеуімен ақылдасып Әбділмүтәліптің есігіне барады. Олардың қайтып келгенін көрген Әзірет Әмина баласының жай балаларға ұқсамайтындығын айтып түсіндірді. Халима құшағына баланы алған сәттен бастап іштей бір жайлылықты сезінді. Меккедегі ұсақ-түйек шаруаларын бітіріп, олар шөлге кері қайтты. Жалғыз ұлын қимастықпен шығарып тұрған Әзірет Әмина олардың артынан ұзақ қарап, басына ешқандай жамандық келмеуін тілеп, рахымды Раббысына аманат етіп тапсырды. Халима мен күйеуі мол берекеге қауышқан анық еді. Күні кеше ғана құрғақшылықтан көз ашпай күйзелісті күй кешкен боз далада берекелі тіршіліктің нышаны қайта байқалды. Құтты құнарсыз жерлерге құт тарғандай қойлары өрістен тойып келіп, мол сүт беретін болды. Тіпті кейбір отар иелері шопандарын шақырып алып, сендерді Халиманың қойлары жайылған жерлерге жаймайсыңдар ма? Қой ешкілері тойып шөп жеп, молырақ сүт береді деп ұрсатын. Сүт аналар қарауындағы балаларды 6 айда бір туған әке-шешесіне әкеп тұратын. Осылайша жымырап 2 жылда өте шықты. Келісілген мерзім аяқталып, емшектен шыққан кішкентай Мұхаммедпен айырылысатын уақытта жетті. Өздері қаламай тұрса да берген уәдесін орындау және бала Мұхаммедті анасына тапсыру үшін Меккеге алып келеді. Бір жағынан туған анасындай болған Халиманың жүрегі езіліп тұр. Баланы анасына қайтып беретінін ойлап, денесінен бір кесек ет кесіп беретіндей қатты қиналды. Тағы да қасында біраз болса қайтеді деп жылт ете қалған ой ұшқынынан туған үмітпен Әминадан рұқсат сұрады. Әмина бастапқыда баланы сүт анасына қайта беруге қарсылық танытты. Сәл ойланғаннан соң бір жағына Меккеде өршіп тұрған жұқпалы аурудан қауіптеніп, жалғыз баласының қамын ойлап, бұл ұсынысты іштей қаламаса да қабылдауға бел буды. Әминаның шешімін естіген сәтте Харистің отбасы зор қуанышқа бөленді. Арадан біраз уақыт өтті. Пайғамбарымыз сүт бауырлары және ауылдағы балалармен бірге ойнап, қозыларды өріске жаятын. Бір күні кішкентай Мұхаммед жоғалып кетті. Халима мен Харис іздеп, үрейі ұшып жүгіріп барса, кішкентай Мұхаммедтің түрі бұзап кетіпті. Халима, саған не болды деп сұрайды. Пайғамбарымыз, ақ киімді 2 кісі келді. Бірінің қолында іші әппақ қарға толы алтын ыдыс бар екен. Сосын мені жерге жатқызды. Көкірегімді ашып, жүрегімді шығарып, 2-ге бөлді. Ішінен әлде бір қара нәрсені алып тастады. Жүрегім тап-таза болғанша ішімді мұздай сумен жуды дегенді айтты. Ерлі-зайыпты бұл оқиғадан кейін қатты қобалжыды. Үйіне келе сала Харис, «Уа, Халима, мына бала бір пәлеге ұрына ма деп қорқамын. Аман есен тұрғанда үйіне апарып, анасына тапсырайық» деді. Халиманың да ойы осы еді. Рас, бала Мұхаммед арқылы үйлеріне құт береке дарыды. Бірақ мына жағдайдан қорқайын деді. Сөйтіп ерлі-зайыптылар баланы алып, бірден жолға шықты. Есікті ашқан Әмина қатты таңданды. Күні кеше ғана баласын жалынып алып қалып еді. Бүгін әкеп тұрғандары несі? Халима барлық жағдайды баяндап айтып берді. Сөйтіп Әмина баланы өзінде алып қалды. Меккеліктерде жаңа туған сәбиді дені